Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі ерекше видеода кіндік ананың ұлына арнап жасаған қадесін қолмен жасап көрсететін боламын. Бұл менің кіндік ұлым хан Қасымға арнап жасаған қадесиым. Видео ұнап жатырса лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менімен бірге болыңыздар достар. Ең бірінші мен мынандай көптеген ойыншықтар сатып алдым. Мінекей мынандай машинкалар сатып алдым. Мінекей машинкалар мынандай балаларға арналған. Жаңа кіндік ұл болғандықтан мен осындай көліктерді сатып алуды жөн көрдім. Осындай ойыншықтар, жаңағыдай кішкентай сәбиге арналған осындай ойыншықтарды сатып алуды жөн көрдім. Және мынандай бала қолына ыңғайлы доптарды сатып алдым. Осындай ойыншықтарды сатып алып, мынандай қылып сәндедім. Қазір сіздерге сәндеу жолымды көрсетейін. Ең бірінші мен Атырау қаласындағы Ақжелкен шығармашылық орталығынан осындай әдемі қағаз бастырып алдым. Міне кіндік әке шешесінен дәм деген осындай дөңгелек қағазға, жаңағыдай жылтыр қағазға осындай кіндік әке шешесінен шашу деген қағаздарды шығарып алдым. Сол жерге барып айтсаңыздар, өздер үлгісін берсеңіздер, өздері шығарып береді. Ең бірінші мен мына қағазды қиып аламын. Осылай қиып аласыз. Бір бетке үш қағаз сияды. Және жаңа екі жағын бүктейміз. Мынандай әдемі сәндік қағазы пайда болады. Енді мына дөңгелек жаңаға кіндік әке шешесінен дәм деген қағазымды осылай қиып аламын. Енді мынандай жылтырақ, сонымен қатар мынандай жылтырақ пакет сатып алдым. Жылтырақ қалташа сатып алып, ойыншықтарымды бұлай салдым. Мындай қылып салып тастаймыз да тапсырамыз. Тапсырып, мінекей жаңағы дайын болған сәндік қағазымызды степлерге бекітіп тастаймыз. Степлермен осылай бекітіп тастадық. Мінекей мынандай әдемі шашуымыз дайын болды. Мінекей мынандай машиналарымызды, оларды да осындай қалташаға орналастырдым, салдым. Қалташаға салып, ал енді доптарға мынандай кішкене үлкендеу қалташалар алдым. Доптарды осы үлкен қалташаларға орналастырдым. Салдым. Үлкен қалташаларға салдым.
Үлкен қалташаларға салып, осылай сәндік қағазымды жапсырдым. Сылдырмақ, неше түрлі. Мынандай машиналар алдым. Ер бала болғандықтан жаңағыдай машинка алуды жөн көрдім. Мынандай қонжықтың сылдырмақты машинкені және мынандай кіші сылдырмақты осындай бір қалташаға салып орналастырдым. Осындай неше түрлі шашулар жасадым. Кәде қоржынымыз сәнді болады деген ойдамын. Ал енді қоржын жасау үшін мен мынандай үлкен қалташаны, салафан қалташаны алдым. Және де патнос алдым. Мынандай целлофан қалташаға ішіне салдым. Қалташаның ішіне салып орналастырдым. Ең әдемі қоржын жасадым. Неке осындай қылып безендірдім. Мынандай қылып ұшын қиып тастадым. Екі ұшын. Мынандай әдемі қоржын жасап шықтық. Осындай әдемі қоржын шықты. Міне кіндік балаларымызға арнап осындай шаш алатын машинка алған болатынмын. Бұл машинканы мен Астана қаласында шаруалармен барып келген болатынмын. Сол жақта жас сәбилердің шашын осындай машинкамен алу кең қанатын жайған дәстүрге айналған екен. Мен осындай машинканы алдым. Маған өте ұнады. Астана қаласында осындай қуаныштың куәсі болған болатынмын. Мынандай түрлі шаш алатын размерлермен барлығы орналасқан. Мінекей мынандай бар. Өзінің мынандай щеткасы бар. Мынандай тоққа зарядтайтыны бар. Және губкасы де ішінде. Және де мынандай өзінің кітапшасы бар. Және ең ұнағаны мынандай сәбилердің жас сәбилердің шашын алуға арналған мынандай боянға тағатын матасын ішіне салған. Өте ұнады. Мен сондықтан өз бауырыма алуды жөн көрдім. Енді қайтадан жинастырып, орналастырамыз. Баланың шашын алуға өте таптырмайтын бұйым деп ойлаймын. Өте керемет. Баланың жанын, баланы қинамай, уақытылы алып отыруға өте ыңғайлы құрал деп ойладым да, осыны алуды жөн көрдім. Неке осындай керемет
машинка. Салапан қалтасы алып, оған жаңағы шаш алатын машинкамды орналастырдым. Сіздер де өздеріңіз жарыңызша әсемдесеңіздер болады. Сіздер дайын мынадай бантиктерді сатып алып, қондыра қойсаңыздар да болады. Кіндік ұлыма деген алған мынандай наклейкамызды былай сыртына жабыстырдым. Әдемі шықты. Мынандай әдемі сыйлық жасадым. Ендігі тағы бір сыйлығым, бұл кіндік баламыздың серуенге шыққанда алып шығатын сөмке. Осындай серуенге шыққанда заттарын салып жүрген екінші сыйлығымыз. Мынандай үлкен корзинке алдық дәм салуға. Мынандай қағаз, сәндік безендірілген кіндік ұлымызға, кіндік папа мамасына дәм деген осындай қағаз алдық. Қазір сіздерге байлап барлығын көрсетемін. Ақ желкен баспасынан шығарып алған. Мынандай баспадан осындай кіндік әке шешесінен дәм деген осындай безендірілген қағаздарды шығарып алған болатынбыз. Енді осыны қалай сәндеп көрсетемін. Енді дәмге мынандай сок салуды жөн көрдім. Мынандай жаңа қағазымызды осылай жапсырдым. Мінекей кіндік папа мамасынан әке шешесінен дәм деген осылай сокты жапсырып орналастырдым. Мындай балаларға арналған соктарды алған болатынмын. Жаңағы қағаздарымызды үстіп жапсырдым. Мінекей осындай соктарды, түрлі соктарды осылай дайындап шықтым. Соктарымызды орналастырып. Енді біздер мынандай конфет алған болатынбыз. Бұл конфетті осылай орналастырамын. Кіндік папа мамасынан дәм деген белгімізді орналастырдық. Бұл печеньеге де осылай белгімізді орналастырдық. Осылай мынандай әдемі печенье, жаңа тәтті печенье. Және де мынандай рахаттың әдемі дәмді вафль шоколадын осылай орналастырдым. Мынандай конфет. Оған да осындай өзіміздің белгімізді салып, оны да осылай орналастырдық. Яшкенің осындай керемет жұмсақ вафлиін алған болатынбыз. Оны осылай орналастырам. Және де мынандай керемет тофифи шоколадын алған болатынбыз. Осылай орналастырам. Және де мынандай керемет лоллипоптарды алған болатынбыз. Сол лоллипоптарды да сәндеп осы корзинкемізге орналастырамын. Оларға да өзіміздің белгімізді салып, корзинкеміздің бетіне әдемілеп орналастырғанымыз.
мінекей. Өзім балдарым жейтін осындай кукуруз осындай таң қасық алған болатынбыз. Оны осылай орналатамыз. Және де біздер мынандай сәбилерге арнап мынандай ата-анасынан дәмдеген осындай дайын қалташа алдық, жаңағыдай безендірілген. Және оны да біздер осы корзинкаға саламыз. Оның ішіне түрлі конфеттер салдық. Қазір ашып көрсетейін. Мінекей, түрлі конфеттерімізді салып, ішіне безендірген болатынбыз, салған болатынбыз дәмдерімізді. Дәмдерімізді орналастырамыз. Кіндік ана деген әрбір атақты арқалаған жан, нан шығару болсын, шілдехана болсын, қандай кәдесый жасаған дұрыс деген ой мазалайды. Сондықтан мен сіздерге қатып қалған заңдылық емес, жай ғана өзімнің жасаған үлгімді сіздерге көрсеткім келіп отыр. Өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Сіздердің жазған пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Және де мынандай шағын конфеттерімізді де орналастырдық. Мінекей өйстіп барлық конфеттерімізді салып орналастырдық. Мінекей ішінде барлық қазір конфеттеріміз барлығы керемет екен. Және де енді жаңағы осындай сәндік қағазымызды безендірілген тағуды жөн көрдім. Осылай қағазымызды орналастырдық. Енді екі жағына бантымды байлаймын. Мінекей осындай әдемі корзинка жасап дайындадық. Мінекей печеньеміз, вафлиміз, шоколадымыз, соғымыз, дәміміз барлығы өзіне көрік беріп тұр.
мінекей сумкасы, мына ойыншықтарымыз, мынау дәміміз, мынау машинкамызды барлығы осындай болып шықты. Артқа қарай нетіп қалып тұр екен. Кәрім болып шыққан сияқты. Ал достар, қараңыздар, бұл біздерге сый құрмет ретінде берілген кәдесый. Маған берілген кәдесый. Осындай алтын сақина күшті. Және де кіндік әжесіне мынандай пальто берілді. Қараңыздар, қандай күшті, керемет. Осындай пальто. Қапсырма қалтасы бар, мынандай. Пальтоны сыйға тартты. Цветі өте әдемі. Ашық түсті. Ал енді мынау менің жолдасыма, кіндік папасына берілген сый құрмет. Осындай күртеше, яғни куртка. Осындай куртка. Дживаны джентльдің курткасы. Осындай курткені жолдасыма сыйға тартты. Мынау менің үлкен балама берілген кәдесый. Осындай әдемі long sleeve. Және де мынау кіші балама берілген осындай әдемі толстовка. Осындай кіндік. Мінекей осындай күшті. Осындай кәдесый сіздерге де шығысты болсын. Рахмет, назар аударғандарыңыз үшін рахмет. Ал енді достар, кіндік баламның 1 жасына қандай сый жасасам болады, соны комментарияға жазып кетсеңіздер.